Бәріңе сәлем. Кастет немесе пышақ сияқты суық қару түрлері барлығына белгілі. Бірақ та адамзат басқа да атыс қаруына жатпайтын суық қару түрлерін ойлап шығарды. Олар жекпе-жекте тиімді және де қарсыласына үлкен жарақат әкеліп соғуы мүмкін. Сонымен, біз бүгін бұл видеода тарихтағы өзгеше қару түрлерін дайындадық, және оларды жекпе-жекте емес, музейде кездестіргеніңіз жөн. Кеттік. Чакра, осы қаруды қолданған әйгілі жауынгер есіңізге түсті ме? Иә, ол әдемі Зена, жауынгерлер ханшайымы. Шынымен де, чакра ол Индияда ойлап шығарылған лақтырма қару. Оның пішіні жалпақ, дөңгелек тәріздес қайралған темір. Дөңгелектің диаметрі 120 мм-ден 300 мм-ге дейін барады. Ол 50 метрге дейін лақтырылып, сауыт кимеген адамды қатты жаралай алған. Алайда оны кинодағыдай горизонталь емес, вертикаль қалпында лақтыру керек. Индиялық аңызда бұл қаруды олардың құдайлары ойлап тапқан. Пата, бұл қару түрі де өнертапқыш үндістермен ойлап табылған. Бастапқыда мұны ежелгі кастадағы Маратхов жауынгерлер қолданған. Кейінірек ол бүкіл Индияға таралып кетті. Болмысында бұл қолғапқа жалғанған қылыш. Оның құрылымы тұтас болғандықтан Маратхи жауынгерлер білегін қозғалта алмаған. Сондықтан қозғалыстары шынтақтан басталған. Цестус. Римдегі боксқа ұқсас жекпе-жектер көбінесе өліммен аяқталған. Өйткені римдік боксерлер қолдарына цестус киген. Бұл темір қапталған қолғап болып келеді. Жауынгерлер өлімге дейін соғысса да арасында жауынгер беріліп, демалып алу үшін уақытша бітім жасаған. Римдік бокс өте қатал спорт түрі болған. Саусақты туркан пышағы. Көшпелі туркан тайпасы және көрші тайпалар мұны күнделікті өмірде және қару ретінде де қолданған. Карагат атты саусаққа арналған пышақ, алюминийден немесе темірден жасалған. Ұзындығы 7-8 см, саусаққа келетін жүзік тәріздес қару болып келген. Тұрмыста ол азықты кесуге немесе зубочистка ретінде қолданған, ал соғыста бұл қарумен қарсыластың көзіне тигізуге тырысқан. Жолбарыс тырнағы. Көбінше бұл суық қару түрі таңбалық болған. Ол 18 ғасырда Үндістанда жолбарыс тәріздес тәңірге табынған Майсур мекенінде кеңінен таралған. Ол қолға ыңғайлы келіп, жолбарыс немесе басқа айуанның табанындағы тырнағымен теріні жұлып өткен. Бұғы-мүйіз кастеті. Жартайдай өткір айқастырылған бұғы-мүйіз атты пышақ кастеті қауіпті жұптасқан қытайлық қару. Кунг-фу мектебін құрушы Дун Ху Чиан мұны жиі қолданған. Чиан өзінің саяхаттарында осы пышақтарына ғана сенім артқан. Осының арқасында қарақшылар тобын жалғыз талқылаған деп айтылады. Бұл пышақ кастетті қолдану техникасы қарусыз жекпе-жекке негізделген. Шәкірттерді бұл қару түрін қолдануға көптеген жыл жаттығулардан кейін ғана жол берген. Өйткені олар қарсыласын емес, өздерін жаралап алмас үшін. Гадлинг. Рыцарь немесе еуропалық жауынгерлерді қаруландыруына қызығатын әрбір адам олардың құрышталған темір қолғаптарына мән берген шығар. Әрине, олардың басты мақсаты қолды қорғау болған, бірақ қаруды құрушылар оны кастет ретінде де қолдану керек екендігін де ойдан шығармаған. 14 ғасырдың соңында қару жасаушы адамдар оған гадлинг атты тікенек немесе шеге тәріздес темірді бекітетін болды. Пышақ кастет белдікте, қолжеңінде немесе етікте жасырын тұратын пышақ түріне жатады. Оның жүзі тұтқасына перпендикуляр түрде жалғанып, саусақтар арасынан өтеді. Бұл пышақтар 19 ғасырда өзінің кішкентай көлеміне байланысты қылмыс әлемінде кеңінен таралып кеткен. Джет командо. Әрбір зат өзіндік айқын бағытта жаралған. Бір пышақтар қағаз кесу үшін, екіншілері көкөніс кесуге, ал келесімен ет кесеміз. Ал мынау пышақ болса адам өлтіруге арналған. Осымен біз аяқтаймыз. Ұнаса лайк басуды және жазылып кетуді ұмытпаңыздар.